Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 3-ші сынып математика пәні 96-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы текше куб. Бірінші тапсырма. Фигураларды ата. Әр түрінен қанша фигура бар? Бірінші фигура бізде текше. Екінші шар. Үшінші текше. Төртінші шар. Текше дегеніміз барлық жақтары шаршы болып келетін көлемді фигура, дене. Шаршылардың қабырғалары текшенің қыры, ал олардың төбесі текшенің төбесі деп аталады. Текшенің 6 жағы, 12 қыры және 8 төбесі болады. Қазір оларға жеке-жеке тоқталамыз. Текшенің өлшемдері ұзындығы, ені және биіктігі. Бірінші суретте бізге текше берілген, ал мұнда текшенің жазбасы берілген. Текшенің 6 жағы бар дейді. 6 жағы дегеніміз мынау. Бірінші жағы, қазір көрсетемін. Бұл бізде бірінші жағы, ал мына тұрған екінші, мынау үшінші, төртінші, табаны бесінші, төбесі алтыншы жағы. Және текшенің 12 қыры бар дейді. Барлық қырларын көрсетемін. Мынау бір қыры, мынау екі қыры, мынау үшінші қыр, мынау төртінші, мынау бесінші, мынау алтыншы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, оныншы, 11-ші және 12-ші қыры. Қырларын көрсеттік, енді төбесін көрсететін боламыз. 8 төбесі болады. Төбелерін көрсетемін. Бірінші төбесі, екінші, үшінші, төртінші төбесі. Мұнда 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші төбесі. Текшенің жақтары жайында не айтуға болады? Текшенің жақтары өзара тең бе? Текшенің жақтары барлығы шаршы болып келеді, сондықтан олар өзара тең. Иә деп жауап береміз. Үшінші тапсырма. Есептерді шығар. А есебі. Дизайнер түсті қағаздан 6 дана көк, 4 дана қызыл қорап жасады. Бір қорапқа 36 см квадрат қағаз жұмсалған болса, барлық қорапқа қанша қағаз қажет болды? Есептің қысқаша берілгенін жазып алдық. Көк қорап 6 дана, қызыл қорап 4 дана. Бір қорапқа 36 см квадрат қағаз кетті. Ал барлық қорапқа қанша қағаз қажет болады? Оны анықтау үшін бірінші барлық қораптардың санын қосамыз. 6 қорапқа 4 қорапты қосамыз. Сонда 10 қорап болады. Енді бір қорапқа 36 см квадрат қағаз кеткен болса, онда барлық қораптың саны 10-ды көбейтеміз. 36 см квадратқа. Сонда 360 см квадрат болады. Жауабы барлық қорапқа 360 см квадрат қағаз қажет болды. Ә есебі, есептегі деректерді өзгерт. Қосындысы 10 саны шығатындай қораптардың санын кез келген 2 санға ауыстыр. Алынған есепті шығар. Дәл А есебі сияқты шығарамыз. А есебінде көк қорап 6 дана, қызыл қорап 4 дана болған. Енді біз олардың орнына екеуін қосқанда 10 шығатындай басқа 2 сан қоямыз. Мысалы, көк қорапты 7 дана деп алайық. Ал қызыл қорапты 3 дана деп аламыз. Сонда бір қорапқа 36 см квадрат қағаз кетті. Барлық қорапқа қанша қағаз жұмсалды? Оны анықтау үшін бірінші барлық қораптарды қосып
аламыз. 7-ге 3-ті қосамыз. 10 болады. Енді 10-ды көбейтеміз. 36 сантиметр квадратқа. Жауабы 360 сантиметр квадрат болады. Демек, бұның да жауабы барлық қорапқа 360 сантиметр квадрат қағаз қажет болды. 4-ші тапсырма. Үлгі бойынша текшенің жазбасын қалай әзірлеуге болатынын ойластыр. Нұсқалардың бірін таңда, текшенің жазбасын досыңмен бірге жаса. Шаршының қабырғалары 4 сантиметр болсын. Бізге 2 түрлі үлгі берілген. Осыған қарап, өздерің текшенің жазбасын жасасаңдар болады. Текшенің барлық жағы шаршы болып келеді, және ол шаршылардың қабырғаларының барлығы 4 сантиметрге тең. Мысалы, мына қабырғасы 4 сантиметр. Мына қабырғасы да 4 сантиметр. Демек, барлық қабырғасы 4 сантиметр деп есептеп аласыздар. Бірінші суретке қарасақ, мына шаршы бізде текшенің табаны болсын, төменгі жағы. Ал мына шаршы текшенің төбесі болады. Ал қалған 4 шаршы ол текшенің 4 жағы болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші жағы. 5-ші тапсырма. Ойнайық. Ойыншының әрқайсысы 2 текшені лақтырады. Түскен сандарды көбейтіп, нәтижесін жазады. Досың есептеудің дұрыстығын тексереді. Әр ойыншы ойынды 5 рет қайталайды. Бізге үлгі берілген екен. Бірінші лақтырғанда 5 жағы қарап түскен екен, екіншісінде 6 болып түскен. Сонда екеуін көбейткенде жауабы 30-ға тең болды. Дәл осылай біз де 5 рет лақтырдық деп есептейміз. Бірінші лақтырғанымызда 5 саны мен 3 саны түсті деп есептейміз. Сонда 5-ті 3-ке көбейткенде 15 болады. Екінші рет лақтырғанда 2 менен 4 саны түсті деп есептейік. Сонда 2-ні 4-ке көбейткенде 8 болады. Үшінші рет лақтырдық. 6 мен 1 сандары түсті деп есептейік. Сонда 6-ны 1-ге көбейткенде 6 болады. 4-ші рет лақтырғанда 4 пен 3 саны түсті деп есептейміз. Сонда 4-ті 3-ке көбейтсе 12 шығады. 5-ші рет лақтырғанда 2 мен 6 сандары шықты деп есептеп, 2-ні 6-ға көбейткенде 12 болады. 6-шы тапсырма. Бөлінгіші белгісіз теңдеулерді көшіріп жазып, оларды шеш дейді. Бізге тек қана бөлінгіші белгісіз болу керек. Бірінші теңдеуге қарасақ, бізде екінші көбейткіш белгісіз болып тұр. Бұны жазбаймыз. Келесі бірінші көбейткіш белгісіз, бұны жазбаймыз. Келесіде бөлгіш белгісіз болып тұр, бұны да жазбаймыз. Ал 4-ші есепте бөлінгіші белгісіз болып тұр, осыны жазамыз. Келесі есепте бөлінгіші белгісіз болып тұр, осы теңдеуді де шығарамыз. Келесі есепте екінші көбейткіш белгісіз болып тұр, бұны жазбаймыз. Екі теңдеуді ғана жазамыз және оларды шығарамыз. X бөлу 40 тең 6. Екіншісі A бөлу 30 тең 9. Мұндағы X-ті табу үшін 6-ны көбейтеміз 40-қа. X тең 240 болады. Тексереміз. X-тің орнына 240-ты қоямыз. Бөлу 40 тең 6. 240-ты 40-қа бөлгенде 0-дерін қысқартамыз. 24-ті 4-ке бөлгенде 6 болады. 6 тең 6. Келесі есепте A-ны табамыз. A тең 9-ды көбейтеміз 30-ға.
А тең 9 жердегі 3-ім 27, оғанна 1 нөлді тіркейміз, 270 болады. Тексереміз. Аның орнына 270-ті қоямыз. Бөлу 30 тең 9. 270-ті 30-ға бөлгенде нөлдерін қысқартып, 27-ні 3-ке бөлеміз, 9 болады. Тең 9. Жетінші тапсырма. Ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысын тап. Заңдылықты анықта. Балалар, мұндағы заңдылық ойын текшесінің қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелердің қосындысы 7-ге тең болу керек. Бізге бір-бір қарама-қарсы қабырғасы берілген, басқаларын анықтау үшін 7 шығатындай екінші санды қосамыз. Немесе мына 4-ші есептегі үлгіге қарасаңыздар болады. Бұл жерде мына қабырға қарама-қарсы. Ал мына қабырға қарама-қарсы. Ал мына қабырғасы қарама-қарсы. Бізге бір қабырғасы берілген, 4 нүкте берілген. Жазамыз 4 нүкте, оған 7 шығу үшін 3-ті қосамыз. Міне, қарама-қарсы қабырғасы осы болады. Екеуінің қосындысы 7-ге тең. Келесі бізге берілгені мына қабырғасы, бұлда 2 нүкте бар. Қараймыз, міне 2 нүкте, ол мына қабырғамен беттеседі екен. Бұл қабырғада 5 нүкте бар. Сонда 2-ге қосамыз 5-ті. Тең 7-ге. Келесі қабырғасында бізге 1 нүкте берілген. Қараймыз, 1 нүкте бізде мына қабырғамен беттеседі екен. Бұл қабырғада 6 нүкте бар. Демек 1-ге қосамыз 6-ны. Тең 7 болады. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.